Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бөлімнің тақырыбы 1000 көлеміндегі сандар, қосу және азайту. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі. Сабақтың мақсаты көп таңбалы сандардың графикалық моделін құру, класстар мен разрядтар кестесін қолдану. Сендер бүгінгі сабақта сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйренесіңдер. Мен бүгінгі сабағымды жануарлар әлемімен байланыстырғым келіп отыр. Соның ішінде орманда тіршілік ететін жабайы жануарлар. Мен сіздерге арыстан, қоян, қасқыр, түлкі суреттерін беріп, тізбек құра десем, қалай құрайтын едіңдер? Әрине, мықтылығына, күшіне қарап, мына тізбекті құрайтын едіңдер. Арыстан, қасқыр, түлкі, қоян. Бұл тізбекке көңіл бөліп үңілетін болсақ, орман заңдылықтарын көруге болады. Орман заңдылығы тәрізді сандар арасында сақталу керек заңдылықтар да бар. Сол заңдылықтарды дұрыс сақтағанда, біздер қатесіз жазып, есептерді дұрыс шығара алатын боламыз. Кестемен жұмыс жасайық. Кестедегі сандарға назар аударыңыздар. Сандарды оқығанда алдымен миллион, одан кейін мыңдықтар, соңында бірліктер классы оқылатын есте сақтаймыз. Қане, бірге оқиық. 5000, 45000, 345000, 300000, 205000, 670000. Разрядтардағы цифрлар берілген санды алу үшін қанша бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдықтарды қосу керектігін көрсетеді. Разрядтық қосылғыштардың қосындысын былай жазамыз. Мысалы, 371.000 тең 300.000 қосу 70.000 қосу 1000. Келесі санды разрядтық қосылғыштарға бірге жіктейік. 812.500 ол тең 800.000 қосу 10.000 қосу 2000 қосу 500. Міне балалар, разрядтық қосылғыштарға жіктеу дегеніміз осы. Олай болса, номері екінші есепті ауызша бірге шығарайық. 300.000 қосу 70.000 тең 370.000. 300.000 қосу 200.000 тең 500.000. 350.000 қосу 210.000 тең 560.000. 18.000 қосу 9.000 тең 27.000. 300.000 қосу 453.000 тең 753.000. 600.000 қосу 95.000 қосу 200 тең 695.200. 450.000 қосу 20.000 қосу 5.000 тең 475.000. 15.000 қосу 4.000 қосу 300 қосу 5 тең 19.305. 800.000 қосу 10.000 қосу 400 тең 810.400. 60.000 қосу 7.000 қосу 80 тең 67.080. Номері үшінші есепте сандарды үлгі бойынша салыстырамыз. Артық кем таңбаларын қойып шығыңыздар. Дұрыс жауаппен тексерейік. 530 кем 530 мыңнан. 345 кем 345 мыңнан. 203 кем 203 мыңнан. Өте тамаша. Сендерді дұрыс шығаратындарыңды білгенмін. Мына мәліметтерді пайдалана отырып, номері 6-шы есепті шығарайық. Солтүстік Қазақстанның орманды даласында бұғы, елік, ақ қояндар кездеседі. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, 120 бұғы, 230 елік және 310 ақ қоян тіркеді. Санды деректерді пайдалана отырып, теңсіздіктер құрастырайық. 120 кем 230-дан, 230 кем 310-нан, 310 артық 120-дан, 230 артық 120-дан, 310 артық
230-дан. Жазған теңсіздіктеріңізді тексерейік. Мына қима қағаздарды пайдаланып, келесі есептерді шығарайық. Өрнектерді пайдалана отырып, теңсіздіктер құрап, өз беттеріңізше жазыңыздар. 4 көбейту 8, 9 көбейту 2, 12 бөлу 2, 5 көбейту 4, 9 көбейту 4, 18 бөлу 9, 7 көбейту 4, 12 бөлу 3. Ал қане, теңсіздік құрай қойыңыздар. Жазған теңсіздіктеріңізді мендегі теңсіздіктермен салыстыра қойыңыздар. 4 көбейту 8 артық 9 көбейту 2-ден. 12 бөлу 2 кем 5 көбейту 4-ден. 9 көбейту 4 артық 18 бөлу 9-дан. 7 көбейту 4 артық 12 бөлу 3-ден. Сіздерде басқа нұсқалары да болуы мүмкін. Бірақ ол қате деген сөз емес. Теңсіздіктерді дұрыс қойды деп сенемін. Үйден өздеріңіз номері 4-ші және 5-ші есептерді шығарыңыздар. Номері 4-ші есепте салыстырып, тура теңдіктерді ғана дәптерлеріңізге жазасыздар. Ал номері 5-ші есепте разрядтық қосылғыштарға жіктеп жазасыңдар. Есеп түсінікті болса, сау болыңыздар балалар.